Күні кеше Жанболат пен Жазираның шаңырағында нағыз дүбірлі той өтті. Тойшыл халық 30 күн ойын, 40 күн тойын жасап, бұл қуанышты ерекше сән салтанатпен атап өтті. Тойды көрген де арманда, көрмеген де арманда дейтіндей, бұл той көптің есінде қалары анық. Тіпті тойдың әсері әлі күнге дейін әлеуметтік желілерде қызу талқыланып, қаралым жинауын тоқтатар емес. Бұл кешке еліміздің танымал әншілері, беделді тұлғалары, ақындар мен актерлері, бір сөзбен айтқанда қазақ өнерінің майталмандары түгел жиналды. Әр сәті есте қаларлық, әр көрінісі көз тартарлық болды. Ал тойдың басты сәніне айналған 3,5 метрлік алып торт. Оны самал кейк дайындап көпшілікті таңдай қақтырды. Торттың сұлулығын сөзбен жеткізу мүмкін емес десек артық айтқандық емес. Асылының үйлену тойында Самал Кекс 3,5 метрлік торт дайындады. Сонымен қатар қонақтарға арналған ұтыс ойындары да ерекше өтті. Бас жүлдеге автокөлік тігілді. Жалпы алғанда бұл тойды көпшілік жылдың ең үздік тойы деп бағалауда. Дегенмен сын айтпайтын ел болмайды. Кейбір көрермендер тойдағы тамадаларға көңілі толмаған жеткізді. Оның да өзіндік себебі бар шығар. Осыған байланысты Жазира да халықтан кешірім сұрап, көпшіліктің пікіріне құрметпен қарайтынын білдірді. Алайда Бақыт Тұрман көпшіліктің сынына жауап беріп, күйеуін қорғап шықты. 30 жыл болды үйленгенімізге. Бұл біздің ең алғашқы тойымыз. Қалай уайымдамайды енді? Переживание, аяқ киіміңізді теріс киіп алған сол қараңыз. Соның өзі уайым болып тұр ғой үлкен. Ағайыңыз алтын алқа иесі екен. Қошемет жоқ. 7 баланың анасы. Алланың қалауымен. Құда, қалай ол біреудің қызын, так разве можно? Құтты болсын, берекелі болсын. Құда өзі. Бірақ Құдағай, мен сізге қарап отырсам, сізді мен көшеден көрсем, Құда алып қашуға дайынмын. Маған дайректке және де прямой эфирдің астында кейбір комментарийлер жазып жатыр екен, тамадалар дұрыстан да маған мынау деген сияқты. Мен сіздермен келіспеймін. Керісінше бұндай тойды алып шығатын тамадалар өте сирек болады, мен айтып қояйын сіздерге. 700 адамдық тойды алып шығатын. Сол ретте тост, жаңағыдай ән, би, ол енді үйреншікті нәрсе ғой, бірақ халықты тамақ жегізбей тыңдата білу сол моментте ол енді үлкен шеберлік кәдімгідей. Сол ретте әрине Қайрат Әділгерей шығып сөйлеген кезде өзінің тамадалық жаңағы моментін пайдаланған кезде кәдімгідей халық күліп, оның әзілін кәдімгідей қолдап сөйтіп жатты. Және де тойдың артында да маған көптеген өнерпаздар келіп, ағамыз бүгін шығарды, ағамыздың арқасында той күшті өтіп жатыр деп сондай комментарийлер болды. Бұл тірі тойдан алынған комментарийлер, сондықтан үзінділерден нәтиже жасамай қойыңыздар. Бүгін біздің атыраулық сияқты Нұрба деген тамада және Қайрат екеуі болды. Маған ұнағаны екеуінің темпо ритмі бірдей екен, сондықтан олар бір-біріне кедергі жасаған жоқ, керісінше бір-бірінің сөзін ала кетіп, және де екеуінің әзілдері де жарасып дегендей. Кейде болады сондай тамадалар, Қайрат енді жұмыс көп істейді ғой тамада болып. Микрофонды жұлып алып, бергісі келмей, қызғанып, сондай өзіне вниманиені көп алғысы келіп сөйтетін тамадалар болады. Ондай кезде келесі адамға дискомфорт создает еді. Бүгін Нұрба мен Қайрат екеуі өте комфортны болды, бір-бірін түсінді. Ол іні құсап, кәдімгідей жол берді. Қайрат енді тәжірибелі тамада ретінде өзінің жаңағы әзілдерін айтты. Барлығы орынды. Бұл жиналыс емес, бұл жерде әдеби сөйлеп керек емес. Бұл той, қуаныш. Талай тойларда болып жүрміз. Жалпы халық келген кезде тойға осындай бір собрание сияқты көп сөйлегенді, көп тос айтқанды ондайды ұната бермейді. Негізі халық бір жерде көңіл көтеруге келеді ғой, жаңағыдай, бір ерекше бірден көргісі келеді. Сол ретте бүгінгі тойдың ерекшелігі кәдімгі дайындалған сценарий бар да, яғни ерекше номерлар болды. Ол бір мюзикл сияқты жанрда, ол бір ұлттық этно ансамбльдер өздерінің өлеңдерін естеді, көрсетті, өнерлерін, одан кейін бишілер болды деген сияқты. Сосын Астананың ерекше әншілері болды. Бүгін күнделікті Алматыда жүрген әншілер емес, Астананың өнерпаздары выступать етті. Сонысымен бүгінгі Алматыдағы той ерекше болды деп мен ойлаймын. Жалпы Жанболат ағамыз бен Жазира ханым өте сабырлы адамдар ғой, және олар алдын ала барлығын дайындап қойған. Сондықтан тойда бір суета болған жоқ. Барлық адам өзінің міндетін орындап жүрді, барлығы жоспарлы түрде өтіп жатты. Мен ойлаймын, көңілден шықты деп. Қайырлы кеш. Біз ұзату тойға келдік үйде.
ауылдан келген қонақтар қалды. Кешегі тойға келген қонақтардың тізімін бір күн қалғанда жаңадан жазғанбыз ғой, бәрін өзгертіп. 6-7 сағат отырғанбыз сол тізіммен. Бірақ бұрынғы тізім кетіп қалыпты. Бұлай қарай мына кісілерді орнын басқа жаққа ауыстырып едік қой бәріміз. Деп қазір есімізге түсіп жатыр. Әлем Event кішкене шатасып, қонақтардың бұрынғы тізімін қойып қойған екен. Сол, бұл енді алғашқы той болғасын, осындай әртүрлі кішігірім қателіктер болып жатады. Отырған орындарыңыз сіздерге кішкене ыңғайсыздау болып қалған болса, кешірім сұраймыз. Кеше келген қонақтардың әрқайсыңыз төрге шығатын қонақтарсыздар, және онлайн бізді тамашалаған, тілекші болып жатқан барша көрермендерге рахмет айтамыз. Қонақтардан қатты ұялып жатырмын. Түнгі сағат бірақ 2-лер болып қалған, қайтатын уақытта болған. Бірақ ойын біткеннен кейін бәрі бір уақытта тұрып кетіп жатыр да. Қазір 2 күннен кейін ойлап жатырмын ғой. Неге бәрі бір уақытта тұрып шығып барады жақсы деп. Қаншама әнші болды ана жерде, әріптестермен неге ән айтқызбадық бір-бірден болса да деп ойлап отырғам. Сөйтсем біздің асабаларымыз ал енді қош сау болыңыздар деп айтқан екен ғой. Мен оны естімей қалыптым да. Қазір естіп көріп соны. Таңғы 6-ға дейін болатын той еді деп ойлап отырмын ғой. Кез келген тойда бүйту керек еді, сөйту керек еді деген болады екен, Сонымен қатар Жанболат пен Жазираның келіні Асылының шай беру рәсімінде ерекше әсер қалдырды. Ұлттық дәстүрге сай орындалған келін шай көпшіліктің көңілінен шығып қана қоймай, қазақы тәрбиенің, инабаттылықтың көрінісіндей болды. Жалпы алғанда бұл тойды көпшілік жылдың ең үздік тойы деп бағалауда. Ал тойдағы жаңа құдағай болса, ерекше сұлулығымен көпшілікті тәнті етіп, желі қолданушылардың назарын өзіне аударды. Бұл туралы тек желі қолданушылары ғана емес, әншілер де өз пікірлерін айтуда. Кешегі құдағи бар ғой. Құдағи менің тәкеммен жасты екен. 85-ші жылғы деді ма? 85-ші жылғы екен, 40-та дейді. Соны айтып жатырмын да, Алла қаласа мен де 40-та әдемі болып тұратын шығармын. Она такая красивая ғой. Түрі деген бөпенің түрі сияқты да. Прям мен әйел адамға сынады негізінде ше, сондай красотасына, несіне. Мен әйел адам ретінде, ана әйелдің келіншектің сұлулығына сындым. Мен сенің сұлулығыңа күнде сынам ғой қатын. Жөн, мен 40-қа келгенде мен де сондай боламын ба дейді. Сен жылдан жылға құлпырып келе жатсың ғой деп айтым да. Жөн. Соны айтқымыз келген еще. Она очень красивая. И девочка такая открытая, без рамок. Кімді айтып жатырмын да? Невестаны айтып жатырмын да. Ашық. Жас қой әлі. Өзінің жастығын көрсетіп. Қазіргі жастар негізі былай ашық, общительный, бір шеңбер деген нәрсені қатты біле бермейді ғой. Сөйлесіп, ау деген сияқты. Сондай жастар ғой қазір. Жазира ханымның өзі де одан кем түспейтін ажармен көзге түсіп, өзіне тән сымбаттылығы мен нәзіктігін тағы да бір дәлелдеді. Қалай десек те жастарға мәңгілік махаббат, баянды бақыт тілейміз.